Егіздің өмірі. Бірінші бөлім. Ой құрсын, мына балаларды оятайық. Сен ана екеуін оят, мен екі қызды оят келейін, аха барып. Я, жын. Қыздар, тұрыңдар. Ой, сен уже тұрып қойғансың ба, ме? Я, мам тұрып қойғам, ой. Молодец. Ерте дайындалып жатырмын. Жарайсың, қызым. Мен барып Лилиді оятайын. Лили, тұра ғой. Лили. Ей, Лили, тұр. Лили. 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 Тұрсаш. Ой, не? Тұрсай, қызым. Ой, бір қамшып қош, кет шары. Уже надоелсың. Не оята бересіңдер? Ұйқым қанбады ғой. Сен қыз не маған айқайлап тұрсың? Айқайлама маған. Айқайлаймын, айқайлама. Ой, бір құр шары. Мына қызға не болған? Өләм, Мия, дұрыстап сөйлесей мамаға. Кетші, неғ оятпағансың мені, оятпайсың ба? Ұмытып кеттім ғой. Өз егізіңді ұмытып. Сен егізің болғанша болмаған жақсы. Ботаник. Ботаник десе, ботаник екенсің. Ей, қош бол да, көп сөйлеме. Уже бар ғой, сен егізің болғанша болмаған жақсы. Ботаник десе. Не, меме ұрысқың кеп тұр ма? Жоқ. Онда аузыңды жауып тыныш тұр. Уже надоелсыңдар. Қызым, не болды? Ой, мыналар ғой мен оятып нервыма тиген. Қызым, енді тұрсай сабаққа кешігесің. Ой, бір қойшы. Енді сен бастамаш. Уже шаршаттыңдар бүкілін мені. Қызым, маған да мамаңа да қалай сөйлеп отырсың сен, а? Ой, кетші. Қыз. Дұрыстап сөйле дедім ғой мен саған, а? Не құтырып кеткенсің сен, қыз? Бір күні ауылға жіберем сені. Ой, бір осы әлі айтсам бүкіл естіп шығасыңдар. Кетіңдерші бар вообще. Кетші сенде. Мына қызда бір. Жан, мына қызға не болған? Жынды ұқсап. Бір шаршатты уже осы қыз. Күніге осы қызбен алсам мен күніге. Сол ана қызды тәрбиелеу керек. Әбден еркелетіп жергенсің сен. Ай, енді ерке қыз деп. Мынау ма ерке қыз? Не істейміз енді? Білмеймін мен. Вообще білмеймін. Ана балаларды оятсайшы, барсай. Я оятам. Ей, кім? Ана қыздың жігіті әлде біреу бар ма мектепте? Маған айта бер. Шынды айта бер. Ешкімге айтпеймін. Қорықпа, айт. Мен сен қорғаймын. Жарай ма? Аналар не деп жатыр? Аналар не деп жатыр? Мен жайлы тағы айтып жатыр ма? Қазір көрсетем оларға. Так, қызым, айта қойшы, оның жігіті бар ма? Ей, не деп жатсыңдар сендер? Оның сене мен жігітім бар екен, жоқ екен айтайын деп тұрсың ба? Оның жігіті жоқ, мам. Қорықпай айта қой. Мия, қорықпай айт. Сен не жігітпен жүрсің ба сен, қыз? Жоқ, мам, жүрген жоқпын. Осыда мектепке барып көресің менен. Мен айтпадым ғой. Балалар, тұрыңдар. Бір ана қызда. Балалар. Қызым, балам, тұр. Қызым. Балам деймей. Қызым. Ау, пап, қайырлы таң жаным. Ей, бала. Ей, бала дейм, тұр. Асыл. Асыл жан дейм. Ей. Асик, тұр. Бол. Мына бала керім бол қалған ба? Қайырлы таң, пап, қайырлы таң. Не? Құлағың естімей қалған ба? Жоқ, просто ұйқым қанбай қалды ғой. Бопты. Садикке барасыңдар, тамақ ішіп алайық, аха. Иә. Папа, ұйқым кеп тұр. Қызым, шыда енді. Садиктен келген соң ұйықтайсың, ема? Жарайды. Мамалар не істеп кетті? Қызым, айта қойшы, қорықпа.
мам, айта алмаймын. Мен айтатын болсам, мені мектепте өлтіреді. Сосын ол позор қылдырады. Мен позор қылдырады ғой. Жоқ, мектепте ешнәрсе істемейді. Қызым, айта қойшы енді. Мам, айтқым келмейді. Оның жігіті жоқ. Оның жігіті жоқ деймін. Шын айтам, мам. Қызым, айта қойшы енді, қорықпай, айта қой. Мама, жоқ болды. Точно ма? Иә, жоқ. Жүр онда, кеттік астына тамақ ішіп алайық. Сөйтіп сабаққа кешікпей барыңдар, аха. Иә, барамыз ғой. Не істеп кеттіңдер, өсіңдер күтіп тұр қой. Мінекей келдік. Аха. Жүріңдер, кеттік құрсын. Ой, бір не істеп тұрсыңдар? Мама? Не тамақ дайын емес? Қай бетіңмен шақырып тұрсың сен, мама? Қызым, қазір дайындаймын ғой. Ой, бір сабақтан қаламын ғой мен. Қазір дайындаймын ғой. Кішкене ойланып істесең болады ғой. Кішкене істеп ойланып істесеңіздер. Қазір істеймін деді ғой. Маған ақша беріңіздер енді, магазин сатып аламын. Ой, бір маған ақша берме, енді мен қазір сабақтан қаламын. Оқып жүргенде. Сіз ақша берші, папа, бош. Жоқ, саған ақша. Жапсын. Анаңмен қалай болса солай сөйлесесің. Мен сенен қорықпаймын. Ұялмай ақша сұрап тұрсың ба менен? Менен қорықпаймын. Көресің, мектепте позорыңды шаршап. Ботаник, жапшы аузыңды. Мама, папалары қалай болса солай сөйлемесей? Сен аузыңды жап, түсіндің ба? Кімсің сен маған сөйлейтіндей? Болды. Жөніңмен жүр. Аузын жаптан құры бар. Бол. Бұндай қызым болғанша болмағаны жақсы. Сен де қызым болғанша болмағаны артық. Енді жақсы болмағаны. Сендер маған керек. Әбден мамалардың қан ішіп қойғансыңдар. Ой, келдіңдер маған керек бізге аттап кірмесін. Бір керек қылсаңдар. Ешқайсысын араласпайсың. Болды, ана қызбен енді вообще сөйлеспеңдер. Келмесін үйге. Жоғалсын. Жан болды қойшы. Еркелігін көтерді. Не қойшы, әбден еркелеген ана қыз. Көрсін өз күнін қалай. Қалған апердік, айтқан апердік. Мама, папа, барып отыра беріңіздер, мен өзім дайындап жіберейін. Балалар тастап отыратыңыздар, аха. Жарайды қызым, рахмет. Аха, барып отырыңыздар. Мен өзім тез бір тамақ дайындап жіберемін. Аха, қызым. Қызым, сен кешіп қалмайсың ба? Кешікпейтін шығар, мен де үлгерім. Жарайды. Кел, отырып. Енді не істеймін? Ол мектепте мені той Лили жоқ енді. Ол мектепте не істейкен? Маған ұрсатын сияқты ғой. Кешірім сұрауға жетен. Не дайындаймын қазір? Көрейінші, не бар? Мамаларға айту керек. Арбуз. Бірақ ол да маған кесе береді ғой, мен де шаршап. Мінекей, осы кеспен алып. Бір жағын лапша жасап берейінші. Біреу оқпа не? Міне аяқта бар екен. Осыдан 2 штук жасап жіберейін. Жететін шығар. Тез дайындап жіберейін. Хоппа. Оның жаңа жігіті бар екен, айтсам мен мектепте вообще айқайлап беретін шығар. Қазір дайын болып қалды, мам, пап. Сен сабағыңа кешіп қалмайсың ба? Короче, мен саған өзім ақша берем, магазин алып жерсің. 2 ортада қалдым ғой. Лилиге бермексің бе? Қойын. Мама, ана тамақты ыстып қойын. Кешікпейтін шығармын енді. Кешікпейсің ба? Үйден жеп кетесің ба? Білмеймін, кешікпейтін шығармын. Жоқ, қызым, бара ғой. Мен саған ақша беремін, сен бара ғой, бір кейін ғой. Кейін ой, ма? Үйден жей салайын да? Жарайды. Жоқ, бір кейін ғой. Мен саған ақша беремін. Иә ма, жарай ма? Берке, көріп қой. Үйден іше салам, мама, папа қажет емес. Ақшаларыңызды құртып одан да сіңілдерімізге соларға алып бересіңіз. Жүр, контакт. Баршы қызым, менді берем ақша. Жарайды. Мен шаршы айтқан жоқпын, шын айтам. Аузын жап. Еркелмей көріп қойдым. Бол. Мен шаршы істемедім деймін. Не болды? Кірнан үстіне. Тез кірдім. Комтаға жүр. Семен сөйлесуім қажет менің. Жарайды. Лили мен Мияның жанжалы басталады. Жүр тез комтаға. Келедім. Не болды? Короче, жана папа мама саған ақша берем деді ғой. Соны маған бересің.
Жоқ, мен оған кітап алуым қажет қой. Қойшы, құрдан басқа кітап аласың ғой. Мен одан да косметика алуым қажет. Мен әдемі болып жүруім керек. Мен ол кітаптың бүкіл оқып қойдым. Маған жаңа кітап керек. Еще менің қарным ашады. Басымда ауыртпа, бересің дедім. Жоқ, бермеймін. Бересің. Бермеймін. Сене тілім шығайын деді ма? Қойшы, бермеймін дедім ғой, болды ғой, бермеймін. Мен өзіме кітап сондайларым алу қажет, оны папа маған берем деді. Сен өзін ұрыспағанда, сен өзін алар едің. Сен тілін шығайын деген ба? Бересің дедім. Бересің, әлде мектепте позор боласың. Позор болсам да, болмасам да маған бәрібір. Мен бәрібір айттым, саған бермеймін дедім, болды, бермеймін. Мен оған әлі кітап, қарным ашады, мен сондай алуым қажет. Бопты, көреміз. Мына бәрі тартып аламын. Көреді мектепте. Позордың позоры болады ғой. Так, барып келсе сумкамды алып алайыншы. Бәрібір көреді ғой. Мені алмайды деп ойлай ма? Тез ойландың ба? Иә, бермеймін. Бермеш, жылауық. Олар арада 1 сағат өтті. Олар мектепке жетті. Ал балалар, осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Вау, мен 100-ден 100 алыппын ғой. Күшті. Мен 50 алдым ба? Ура. Ура. Мия. Нау 100-ден 100 алыпты ғой. Сен қанша алдың? Мен 50 алдым. Сен ше? Мен 0 алдым вообще. Давай, мен ауыстырып алайын. Зато мен папа мен мама жақсы көріп кетеді. Давай, ауыстырып алайық. Мен барып сұрап көрейін, типа, білмегендей. Аха. Мия. Ау. Сен қанша алдың? Мен 100-ден 100. Артұрш. Жарайды. Сен қанша алдың? Мен 50-де 50. Ура. Кешке мама мен папаға күшті мақтан болып баратын болдым ғой. Күшті болды. Кайф болды ғой. Ой. Только келейінші. Ой, ботаник жүрма мұнда. Дос қатырдың, Ботаник жүр екен ғой мұнда. Ботаник. Мыналар жүр ма не? Мен ботаник емеспін. Ботаниксің, жап аузыңды. Дос қатырдың. Ботаник. Не деймін да. Подружка маяқта что-то бір ботаник жүр ғой. Подружка қатырдың. Енді не істеймін? Ешкімге жақпадым ғой. Ботаник. Кетіңдерші. Сендер не істеп жатсыңдар? Қызбен қалай ойнап сөйлесіп жатсыңдар? Ойбой, мұрынбоқ сөйлейтін болыпты ғой. Налар маған мұрынбоқ деді ма? Не? Сен не? Бергеші. Тырс. Бергеші. Не сен, Бергеші. Тырс. Қойыңдар болды.
қойыңдар. Ей, қойыңдар дедім сендерге. Не деген қоймайтын балаларсыңдар? Мия, не болды? Ешнәрсе ағай, точно ма? Ей, сен екеуіңе не болды? Не істеп Аға, ана өзі ғой, ана қызға тиісіп атқан. Ботаник деп. Ағай, мен айтпадым олай. Қалай өтірікті зу тигізесің? Ағай, мен айтпадым. Ағай, мен айтпадым деймін. Ағай, мен айтпадым ғой, ағай, мен айтпадым. Жыла. Ботаник. Ботаник. Білесің ба, Мия, сыртта не болып жатқанын? Зои, білесіңдер ма? Чо? Сен ботаник екенін бүкіл әлемге жариялы болып жатыр ма? Ха? Нау нешін мәс? Сен жігіт анақта жылап жатыр. Кіз көріп келейінші, жылап аттыр. Не десем екен? Мә, позор. Нау нешін аңырап жүр, жылап? Позор-ай. Қайқаты ғой менді, позор-ай. Не болып жатыр, көріп келейінші. Сен жігіт жылап жатыр ғой, анаяқта Мия. Позор жоқ. Сенің жігітің жылау екен ғой, я? Кетші, өзіңнің жігітің жылау емес құзып. Сенгі де анақта тұр ғой, еңіреп. Жыласа жылай берсін, мен онымен жүрмеймін қазір. Сенің жігітің жылауық. Бәте. Бүгін күшті oldu. Ура, енді көрейін. Мия, сенің осы үйің адресі қандай? Менікі ма? Күншуақ. 10 номері 14. Өлә, Лили, сенкіне ұқсайды ғой, нау. Екеуің бірге тұрасыңдар ма не? Қумаш, ондай бүкіл жақта көп ондай адрестер. Осы өмірде біреу ақ дейсің ба? Қумай отыр, шақа. Екеуің еще ұқсайсыңдар ма? Ей, қумай отыр, ша сен. Жоқ, екеуміз жүр, сөйлескелікші. Сенің басын жасай ма? Нешін айтып отырсың сен? Мен саған айтпа дедім ғой. Сен не деген қызсың, а? Екеуміз екемізді біліп қойсын. Мен сенің басыңды жұлып алам. Ой, я айтпаймын. Екеуі не істеп жатыр? Барып көрейінші. Екеуі егіз ба не? Біліп еді ме? Сын қайтайын. Ей, ана екеуі егіз екен ғой? Ма. Жүр енді, білдіртпей жүрейік. Иә. Иә, мен сояқтан келдім ғой. Құтты болсын, сояқтан келсен. Сен екеуі егіз екенсіңдер ғой, біліп қойдым мен. Жоқ, егіз емеспіз. Естідім, болды, ақталмай қой.